Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі сабағымызда өсімдіктердің жасыл түсті мүшелерінде қандай үдеріс болатынын және фотосинтез үдерісі қалай жүретінін білетін боламыз. Балалар, бізді қандай заттар қоршап тұр? Мектепте бізді оқу құралдары, үйде үй жиһаздары, көшеде көліктер қоршап тұр. Күнделікті тұтынатын тағамдарды да адам фабрикаларда өз қолымен жасап шығарады. Ғажайып фабрикаларды көргендеріңіз бар ма, оқушылар? Ол фабрикаларда не өндіріп шығаратынын естігендеріңіз бар ма? Олай болса, менің бөлмемде орналасқан ғажайып фабрикамен танысайық. Бұл геран гүлі. Нағыз ғажайып фабриканың өзі. Ол сумен қоректеніп, күн сәулесінен нәр алып, көмірқышқыл газын бойына сіңіріп, оттекті қоршаған ортаға бөліп шығарады. Өсімдіктің қандай мүшелерден тұратынын және олар қандай қызмет атқаратынын еске түсірейік. Өсімдік қандай бөліктерден тұрады? Өсімдік тамыр, сабақ, жапырақ, гүлден тұрады. Тамыр мен жапырақ қандай қызмет атқарады? Тамыр топырақтан суды сіңіреді. Сабақ сіңірген суды өзге өсімдік мүшелеріне жібереді. Жапырақтың қызметін білу үшін гүлімді терезе алдына қойып, зерттеу жұмысын жүргізейік. Осы кезде ғажайып фабриканың көзге көрінбейтін, құлаққа естілмейтін ғажайып сиқырға толы жұмысы басталады. Гүлге су құйып, күн сәулесі жақсы түсетін жаққа қаратамыз. Осы сәтте гүлдің жапырақтары бөлмедегі көмірқышқыл газын сіңіріп, оттекті бөліп шығарады. Қоректік зат глюкоза түзіледі. Глюкоза өсімдіктің дамуы үшін, өсу үшін қажет. Глюкозаны жүзім шырыны деп те атайды. Ал өсімдік ауаға оттек бөліп шығарады. Оттек барлық тірі ағзалардың тыныс алуына қажет. Өсімдіктің қалай оттек бөлетініне көз жеткізу үшін зерттеу жұмысын жүргізіп көрейік. Ол үшін төмендегі әрекеттерді орындаймыз. Алдымен бір өсімдіктен 2 жапырақ үзіп ал. Онан соң бірдей ыдысқа салқын су құй. Үшінші, газдалған минералды суды қос. Төртінші кезеңде жапырақты толығымен батып тұратындай етіп суға сал. Қажет болған жағдайда жапырақтың шетін ұсақ тастармен бастырып қою керек. Бір ыдысты қараңғы жерге, екіншісін күн көзі тікелей түсетін жерге қой. Келесі кезеңде 3-4 сағат өткен соң жапырақтарды салыстыр. Қандай өзгерістерді байқадыңдар? Неліктен? Өз бетіңмен қорытынды жаса. Оқушылар, зерттеу нәтижесі бойынша байқағанымыз, жапырақ бетіндегі көпіршіктер оттек екен. Яғни жапырақ көмірқышқыл газын, суды, күн сәулесін сіңіреді. Жер бетіндегі тіршілікке әсер ететін фотосинтез үдерісі осылай жүреді. Фотосинтез барлық адамзатқа, жануарларға, барлық тірі ағзаларға қажет оттекті бөліп шығарады да, көмірқышқыл газын бөліп шығарады. Өсімдікте пигмент деп аталатын бояғыш зат болады. Оны хлорофилл деп атайды. Ол өсімдікке жасыл түс береді. Хлорофиллсіз фотосинтез үдерісі жүрмейді. Табиғаттағы барлық тірі ағза сияқты өсімдікте оттекпен тыныс алып, көмірқышқыл газын шығарады. Ал
фотосинтез үдерісі кезінде өсімдік көмірқышқыл газды сіңіріп, оттекті бөліп шығарады. Үй тапсырмасы. Оқушылар, экранда көрсетілген кесте бойынша тұжырымдарды дұрыс емесін анықтап, салыстыруларыңыз керек. Бірінші тұжырым. Жапырақтарға оттек бөліп шығару үшін жарық керек. Екінші. Фотосинтез өсімдіктің тек сабағында ғана жүреді. Үшінші тұжырым. Фотосинтез үдерісінде глюкоза түзіледі. Төртінші. Қоректік заттар энергия береді. Соңғысы. Фотосинтез өсімдіктің жасыл бөліктерінде жүреді. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Экранда көрсетілген кері байланыс арқылы пікірлеріңізді білдіріңіздер. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.